Қызық контент үшін не істемейсің? Ақша жағасың. Мынау. Ёптым. Шынымен өртеп жүрген. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. Ассалаумағалейкум, көз жүресің онда. Мынау сізде тұра тұрса бола ма? Ақша ғой. Здравствуйте, дяденька. Можете помочь? Можете у себя сохранить на время? Нет. Почему? Жаңа Қазақстан бай YouTube бай ғалым Темірбеков арнасына қош келдіңіздер. Сіздерді өте қызықтар күтеді. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетеміз. Ал енді біз қызықтарды ұрамыз, кеттік. Сейчас будем рвать все чаты, все социальные сети, все. Сенсей, салам алейкум, сенсей. Как меня слышно, сенсей? Так, типа, начинай ты как будешь показывать. Достар, қазір мына ақшамен ойнататын боламыз. Жерге тастап қоямыз, кім тауып алады екен, соны көреміз. Кеттік. Ешкім тапмай жатыр, прикинь. Көз алдында жатқаны. Ары қарай қызық басталды. Микрофон істемей қалды, және мына бір жігіт, Қытай жігіті ақшаны көрді де жан-жағына қарады. Нихау деді ма, білмеймін, енді қарады да не істеймін деп жан-жағына қарап тұрды. Мен де үндемей тұрайын дедім. Мына жерде камера, ол көріп тұрған жоқ. Білмеймін, қазақтың баласы болғанда зып етіп біз алып кететін бе еді, бір құдай біледі ғой, бірақ бұл жігіт қорықты алуға. Сосын қолын алып нихау деп шығарып салдым. В общем, I speak English деді ғой. It's okay дедім. Have a nice day деп сонымен қоштасып жібердім. Стоп. Yes. Давай. Көрмес, түйені де көрмес деген бар екен ғой. Көз алдында тұр. Не деген көрмейтін адамдар, шашылып жатқан ақшаны көрмейтін, деп кеттім арасында. Айтын болса. Почему не видно? Пару. Брат. Пранк. Я понял. Коррупцияны ұсталып қалып едің. Ала тұрасың ма?
Номерін жазып бересің бе? Әзіл емес, давай бол. Алып қойсын. Нені? Мына ақшаны. Номерін берсең болды. Жоқ. Қайтар. Блин, брат. Өтініш деймін. Атып жерім 20 мың. Ертең кейін тұра тұршы. Қойса, Әзіл демеші. Бір өтінішім бар еді аға. Мына ақшаны бар ғой. Өзіңізде ұстай тұрсаңыз, ертең алып кетем. Ой, келіңіз аға. Бір өтініш бар еді. Өзіңізде ұстай тұрыңызшы. Бір-екі сағатқа. Ассалаумағалейкум аға, көп жүресіз мұнда? Мынау сізде тұра тұрса бола ма? Ақша ғой? Біраздан кейін алып кетем аға. Қалай болып жатыр охота? Арасында комментарияға жаз кетеміз, охота қалай болып жатыр? Не бір қызықтар болып жатыр? Және мына ақшаны көрдіңдер ме, ақшаны? Қазір қызықтар көресіздер. Міндетті түрде каналға жазылып жүреміз, жазыламыз, міндетті түрде лайк басамыз, достар. Мотивация маған, мотивация. Выручить. Можешь выручить? Салам алейкум. Можешь у себя оставить пока? Нет. Помощь нужна, помощь. У себя оставьте, пожалуйста. Здравствуйте, дяденька. Можете помочь? Можете у себя сохранить на время? Нет, спасибо. Нет? Почему? Блин. Сосын өзімнің коллегаларым ютуберлерді көріп қалдым. Олар бірдемесін түсіріп өздерінше кетіп бара жатыр екен. Мен бардым да айттым, қайдан, неден, не үшін жүрсіңдер дедім. Сөйтсем олар ютубпен айналысамыз дейді. Онда ютубтерің үшін мәңдер сендерге деп ақшаны ұсындым. Сөйтсем күлді де, шынымен ба деп қояды. Сосын айтам, жоқ, мен де түсірем, коллега екеміз деп айттым да қоштастым. Демет бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Бұл Agile именно плюс БАДы 6 компоненттен тұрады. Денсаулыққа өте пайдалы, иммунитетті көтереді. Толық ақпаратты білгіңіз келсе, парақшаға кіріп, отзывтарды көріп шығыңыз, және связаться батырмасын басып, маған хабарласыңыздар. Жаңа Қазақстан ғалыммен.